بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабағымыз бауырлар иншаллах қорқудағы ширк. Аширку фил хауф дейміз оны. Пенденің қорқуы қандай болу керек негізінде, және қай көп пенделер қорқуда Аллахқа ширк қосып қойғаны жайлы айтып өтеміз иншаллах. Тақырыпқа кіруден бұрын негізі қорқудың не екеніне тоқталып кетейік. Қорқу бірнеше түрлі болады. Біріншісі хауф-сир дейді, ішкі қорқу. Пенденің жүрегінен қорқуы. Егер пенде Аллахтан басқа біреуден қорқатын болса, ол пұттан болсын, ағаштан, тастан, өліктен, әлде жындан, әлде басқа бір жандан, Аллахтан басқа біреуден қорқты ма, ол Аллахқа ширк қосқан болды. Ол үлкен ширк. Өйткені өзінің қорққан нәрсесін ол Аллахқа теңеген болады. Негізінде пенде жүрегімен тек қана Аллахтан ғана қорқуы керек. Жүректе қорқу тек қана Аллахтың қорқуы болады. Кім Аллахтан басқадан жүрегінен қорқатын болса, ол Аллахқа ширк қосты. Мушриктер шынында өздерінің пұттарынан қорққанда жүректен қорқушы еді. Сол пұттарынан оларға көмек болады, әлде пұттарынан зиян болады деп қорқушы еді. Өздерінің пұттары жақсы көреді, разы болады деген істерін істейді. Неге? Өйткені олар жүректен қорқады. Егер оны разылығын істемейтін болса, ол бізге зиян жеткізеді деп қорқушы еді. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Худ қауымының пайғамбарына айтқан сөзі жайлы айтады. Оларға Худ алейхиссалам ақиқатты айтып келген кезде, жалғыз Аллахтың ғибадатына ғана бұйырған кезде олардың айтқан сөзі «Иннақулу илля атарака баъду алихатина бису» дейді. Біздің кейбір құдайларымыз саған зиян жеткізіпті деп айтамыз біз деді. Ақмақ қылып қойды сені. Сен олардың әміріне қарсы шыққан едің, олар саған ақмақтықты жіберді. Сөйтіп сен ақмақ болып қалдың. Демек олар жүректен қорқушы еді, өздерінің илахтары, өздерінің пұттары пендеге зиян жеткізуі мүмкін деп. Сондықтан жалғыз Аллахтың ғибадатына мойынсыңдар деген кезде олардың айтқан сөз дейді: «Иннақул илля атарака баъду алихатина бису». Сені ақмақ қылып қойды біздің кейбір құдайларымыз, сен оған қарсы шыққаның үшін дейді. Худ алейхиссаламның оларға айтқан сөзі: «Қала инни ушхидуллах ва ашхаду анни бариун мимма тушрикун». Мен Аллахты куә қыламын. Мен Аллахқа куәлік беремін, Аллахтан басқа ешкім илах емес екеніне, және сендер де куә болыңдар. Сендер істеп жатқан ширктен мен пакмын, мен тазамын, мен оны істемеймін деп айтқан еді дейді. Дәл осындай бір сөзді пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Құрайыштың мушриктері де айтқан еді. Құранда Аллах Тағала айтқандай, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оларды жалғыз Аллахтың ғибадатына шақырған кезде, олар өздерінің пұттарымен оны қорқыта бастады. Мушриктер өздерінің илахтарымен пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қорқытқысы келген еді. Егер олардың әміріне қарсы шығатын болсаң, егер оларға мойынсынбайтын болсаң, сенің жағдайың қиын болады деп. Соны Аллах Тағала Зумар сүресінде айтады: «Ва юхауифунака биллазина мин дуни». Олар сені Аллахтан басқамен қорқытады деді. Бұл деген сол, егер біздің пұттарымыздың әміріне қарсы шығатын болсаң, саған зиян келеді. Олар саған пайда бермей қояды, жағдайың қиын болады деген әртүрлі сөздермен пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мушриктер қорқытқан еді. Өкінішке орай осы күнде осы жүректен қорқу деген көп адамдарда ғибадат жасап, намаз оқып, ораза ұстап, мүмкін зекет беріп жүрген шығар, бірақ әулиелерден, аруақтардан, әлде тағы да басқа нәрселерден қорқып, өздерін Аллахқа ширк қосып жүргеннен хабары жоқ бір топ адамдар бар. Олардың қорқуы мен пайғамбарлардың әміріне қарсы шыққан мушриктердің қорқуының арасында айырмашылық қалған жоқ. Өйткені біз айттық, Аллахтан басқа біреуден кім жүрегінен қорқатын болса, Аллахқа ширк қосты. Кім болса сол болсын, әлде не болса сол болсын. Ал жүректен қорқу жалғыз ихласпен, тек қана Аллахқа ғана болу керек еді. Ихласпен, шын жүректен Аллахтан ғана қорқу керек. Сондықтан Аллах Тағала Құранда осыған бұйырды бізді. Құранда Аллах Тағала айтады Әл-Имран сүресінде: «Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин». Олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар егер муъмин болатын болсаңдар. Егер муъминдер болатын болсаңдар, олардан қорықпаңдар деді. Демек, қорқу ол иманның шарты. Кім муъмин болатын болса, ол жалғыз Аллахтан ғана қорқады. Аллах Тағала айтты: «Фала тахафухум», қорықпаңдар олардан, ва хафуни, менен қорқыңдар, ин кунтум муъминин, иманның шарты. Әл-Майда сүресінде айтқандай: «Фала тахшаухум вахшаун», олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар. Бұл Аллахтың бұйрығы. Неге? Өйткені қорқу үлкен бір ғибадат.
Ал кім бұл ғибадат Аллахтан басқасына арнайтын болса, ол Аллахқа ширк қосты. Бұл бірінші түрі. Қорқудың екінші түрі, пенде өзіне уәжіп болған нәрселерді адамдардан қорқып тастауы. Аллах Тағала уәжіп қылып қойған нәрселерді, ислам діні, ислам шариғаты оған уәжіп қылып қойған нәрселерді басқа бір пенделерден қорқып тастауы, ол амалдарды, әлде сөздерді, бұл Аллахтан басқадан қорқу болды. Бірақ бұл ғалымдар айтуы бойынша бұл кіші ширк деп аламыз оны. Неге? Үлкен ширк ол шын жүректен қорқу еді. Шыннан пенде жүрегінен қорқу ол үлкен ширкке жататын болса, бұны ғалымдар кіші ширк деп алады. Егер пенде басқалардан қорқып міндеттерін қалдыратын болса. Бұлар жайлы Аллах Тағала Құранда айтқан еді. Әл-Имран сүресінде Аллах Тағала айтады: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Бұл аяттардың түсу себебі, мушриктер Ухуд соғысында келіп, Аллахтың қалауымен мұсылмандарды жеңіп қайтып баратқан бір кезде Абу Жахилдің баласы Икрама мушриктерге айтқан еді дейді: сендер Мұхаммадты өлтірген жоқсыңдар, сендер ислам дінін жойған жоқсыңдар, онда нені жеңіс деп санап қайтып баратсыңдар, қайтайық та олардың бәрін өлтіріп тастайық деді. Сол кезде мұсылмандар өте бір әлсіз жағдайда, жеңіліске душар болып, тауға көтеріліп, әлсіз бәрі, сондай бір қиын жағдайда тұрған бір кез еді. Мушриктер жолдан қайтатын болды. Бірақ Абу Суфиянның жүрегінде қорқыныш бар еді. Ол Аллахтың оларға берген бұл жеңісін Аллахтан келді деп қорқып біліп атқан жоқ. Керісінше олар өзі жеттік деп ойлап, бері қарай енді қайтып келіп жеңіліске ұшырап қалуынан қорқушы еді. Сондықтан жүрегінде қорқыныш бар қайтып баруға. Қайтпайын десе, бір топ мушриктер кеткісі келмей жатыр. Біз олардан өшімізді алуымыз керек деп. Сол кезде Абу Суфиян бір кісіні жіберді дейді. Мұсылмандарды қорқыту үшін, барып мұсылмандарға хабар беру үшін, Абу Суфиян үлкен бір әскермен келе жатыр деп, олар қашып кетсін деп. Мұсылмандар тұрған жерінен қашып кетсін, таралып кетсін деп, ол сонда бір кісіні жіберген еді дейді. Сол кісі келіп хабар берген кезде, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға және қасындағы сахабаларға Абу Суфиян артқа кетіп баратқан соң жолынан қайтып үлкен әскермен келе жатыр деп хабар берген кезде, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам орнынан тұрды да: мен оны қарсы аламын дейді. Пайғамбарымыздың қасына 70 сахаба тұрды дейді. Олардың ішінде Абу Бакр, Омар, Осман бәрі де бар еді дейді. Сахабалар тұрды да олармен соғысқа қайтып шығыс келді. Сол кезде осы аяттар түскен еді дейді. Аяттың мағынасы: егер оларға адамдар сендерге қарсы күш жинап қойды, олардан қорқыңдар деп айтылатын болса, олардың имандары артып, Раббымыз хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп айтады дейді. Бізге Аллах жетеді, ол сүйенушілердің ең абзалы деп айтады. Көбінше сондай бір қиын жағдайда тұр олар. Жеңілді, Аллахтың қалауымен бірнешесі шахид болды, жаралылары өте көп. Сондай қиын жағдайда тұрған кезде қарулары жеткіліксіз. Мушриктер үлкен күшпен сендерге келе жатыр, олардан қорқыңдар деген хабар келді тағы. Сол кезде олар тұрды да, керісінше оларды қарсы аламыз деді. Олармен соғысамыз деді. Сондықтан Аллах Тағала Құранда олардың істеген бұл ісінің өте жақсы істеген жайлы аят түсірді. Аллазина қала лахумун нас иннан наса қад жамау лакум фахшаухум. Оларға адамдар айтты, адамдар сендерге қарсы жиналып келе жатыр, олардан қорқыңдар деген кезде фазадахум имана. Олардың имандары асты дейді. Олардың имандары көбейді ол сөзден. Қорқыныш келе жатыр десе, олардың иманы артады. Ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Раббымыз бізге жетеді, ол сүйенушілердің ең абзалы деді. Таваккал қылдық біздің Раббымызға деп айтты. Фанқалабу би ни'мати миналлахи ва фадлин дейді. Сөйтіп олар Аллахтың неғметіне және Аллахтың ерекшелігіне көшті. Яғни Аллах Тағаланың бұлар берген оларға неғметі болды. Істеп қойған қателері болған болса, кейбір сахабалардың Аллах Тағала кешірді олардың күнәларын осы соғыста. Және олар Аллахтың неғметіне көшті. Лам ямсасхум су дейді. Оларға ешқандай зиян болған жоқ. Мушриктер үшін ол қуаныш болған шығар. Олар оны жеңдік деген. Бірақ ол ешқандай жеңіс емес еді. Керісінше, алхамдулилля, мұъминдерді олар жүрегіне қорқыныш кіргізе алған жоқ. Ешкім дінінен қайтқан жоқ. Бәрі де жақсылықта қалды. Сондықтан да Аллах Тағала айтады: лам ямсасхум суин. Оларға зиян жеткен жоқ. Ваттабау ридваналлах дейді. Және Аллахтың разылығына ерді олар.
Аллах Тағала разы болатын нәрсеге ерді олар. Аллаху зул фадлил азим. Аллах Тағала ерекшелік иесі ол, кімге қаласа соған береді. Кейінгі аятта айтады: иннама заликуму шайтану юхауифу аулия дейді. Шынында ол шайтан әулиелерімен қорқытады дейді. Бұл шайтан еді. Бұл шайтанның ісі еді. Әулиелері деген оның кімдер? Жындардың шайтандары мен адамдардың шайтандары, иблистің әулиелері, әскерлері. Ол иблис өзінің әскерлері мен әулиелерімен қорқытады. Аллахтан қорқпаңдар, пендеден қорқыңдар деп шақыратын солар. Иннама заликуму шайтан юхауифу аулия дейді. Бұл шынында шайтан әулиелерімен қорқытады. Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин. Олардан қорқпаңдар сендер, менен қорқыңдар егер муъмин болатын болсаңдар деген Аллахтың аяттары келген еді. Демек, пенде бір қиын жағдай болып қалуы мүмкін деп, әлде бір кісілердің жамандығынан қорқып, өзінің міндетін тастамау керек. Өз міндетін тастайтын болса, ол Аллахқа серік қосты, күнәһар болды. Бұл ширкіл асғар деп, кіші ширк. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мұсылман кісі өзін өзі қорламасын деп бұйырған еді. Өздерің кемсітпеңдер деген еді. Хадисте келгендей, Ибн Мажа риуаят етеді хадисті. Ла яхқиру ахадукум нафса дейді. Сендердің ешбіреулерің өз жанын кемсітпесін, қорламасын деді. Адам қалай өз нәпсін қорлауы мүмкін? Сол кезде сахабалар сұрады: Кайфа яхқиру ахадуна нафса? Я Расулаллах, қалайша біздің біреуіміз өзін өзі кемсітеді, әлде қорлайды деді. Қалай болады ол? Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: Яра амлан лиллахи алейхи фихи мақал, сумма ла яқулу фихи. Аллах Тағаланың бір бұйрығын көретті, айтуға тиісті болған бір ісін көретті, бірақ оны айтпайды деді. Міндет айту керек еді бір нәрсені ол, бірақ оны айтпайды. Сөйтіп Аллах Тағала оған айтады: Ма манака ан тақула фи каза ва каза. Осы нәрселерді айтуыңа не кедергі болды сені деп қиямет күні ондан сұрайтын болса, фаяқулу хашятун нас. Адамдардан қорққаным деп жауап береді ол дейді. Сол кезде Аллах Тағала оған айтатыны дейді: Фа ияя кунта хаққан тақша. Менен ғана қорқуың керек емес пе еді? Қорқуға лайықты жалғыз мен емес пе еді? Деп Аллах Тағала оған айтады дейді. Демек, кім өз міндетін пенделерден қорқып тастайтын болса, ол өзін өзі қорлады, өзін өзі кемсітті, өзін құрметтеген жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып тұр: сендердің біреулерің өзін кемсітпесін, қорламасын дейді. Бұл екінші түрі дедік. Үшіншісі әл-хауфу табиғи дейді. Табиғи қорқу. Аллах Тағала әрбір пенденің жүрегіне, әлде табиғатына салып қойған қорқу бар. Мысалы, жаудан қорқу соғыста, әлде орманда жүрген кісінің жыртқыштан қорқуы, жыртқыш хайуандардан. Бұл табиғи қорқу. Бұл иншаллах оның ақидасына да, иншаллах иманына да кедергі болмайды. Неге? Өйткені соғыс майданына шыққан кезде кішкентай қорқу пайда болуы мүмкін ол кісіде. Әлде жыртқыш хайуанды көрген кезде, әлде сонда бір қатерді көрген кезде қорқыныш пайда болуы мүмкін. Бірақ жүректен емес, ол табиғи қорқу, денеден қорқу. Әлде сақтану деп аламыз біз оны. Бір ит жүгіріп келе жатқан болса, сақтану. Қорқу емес, жүректен емес. Өйткені итте қалау жоқ. Ит өз қалауымен келіп істейді. Өзі қаласа ғана мейірімімен қайтып кетеді деген нәрсе жоқ. Аллахтың қалауымен жетеді. Аллах қаламаса ол жете алмайды. Ол жүректен емес, жалпы табиғи қорқу. Қашып кеткен кісі Аллахқа серік қосты демейміз. Неге? Өйткені табиғи нәрсе бар. Тіпті бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Муса алейхиссалам жайлы айтқанда, Қасас сүресінде, Муса алейхиссалам бір қыптині өлтіріп қойды. Өзі яһуди. Көшеде келе жатса, бір қыпти мен Фирғауынның қауымы қыптилер. Бір яһуди Муса алейхиссаламның қауымы төбелесіп жатыр екеуі. Сөйтті де яһуди көмек сұрады дейді. Муса алейхиссаламнан: "Я Муса, көмектес маған" деп. Сол кезде Муса алейхиссалам барды да қыптini итеріп жіберген еді, ол құлады да өлді. Пайғамбарлардың ерекше күші болады. Әншейін оны итеріп жібергені оған жеткілікті болды, жанынан айырылуына. Ертесіне Муса алейхиссалам кетіп баратса, сол яһуди басқа бір қыптимен төбелесіп жатыр. Сөйтті де: "Я Муса, көмектес маған" деді тағы. Муса алейхиссалам айтты: "Сен жақсылықты қалап жүрген кісі емес екенсің" деді. "Сен тыныштықты қалап жүрген кісі емес екенсің" деді де жақындады. Бірақ көмектескісі келген еді қауымынан болғанға. Сол кезде яһуди қорықты да, ол Муса қыптиға емес, маған келе жатыр екен деп ойлап қалды да: "Муса, сен кеше адам өлтірген сияқты мені де өлтірейін деп жатсың ба" деді. Кешегі істеген ісін ашып қойды. Сол кезде қыпти қашып барып Фирғауынға хабар берді.
Сөйтіп Фираун Муса алейхиссаламды ұстауға бұйырды. Сол кезде бір кісі келіп Мусаға хабар берді, қаладан сен кетіп қал, Фираун сені іздеп жатыр деп. Аллах Тағала соны Құранда айтады: "Фахаража минха хаифан ятараққаб" деп. Сол кезде Муса қорқып, сақтанып қаладан шығып кетті. Қорқып, ятараққаб деген сол ары бері қарап, ешкім жоқ кезінде хаифан қорқынышпен, қорқумен шығып кетті деді. Бірақ табиғи қорқу. Өйткені пайғамбарлардың жүрегінде, әлде пайғамбар болатын кісілердің жүрегінде ешқашан Аллахтан басқа деген қорқу болған емес. Олар өмірінде мушрик болып көргендер емес. Бірақ Аллах Тағала Құранда "Фахаража минха хаифан" деді. Ол қорқып шығып кетті ол жерде. Табиғи қорқу. Ол иншалла зияны жоқ. Бірінші түрі қорқыныштың. Ол үлкен ғибадат. Хауф-сыр дедік, ішкі қорқу, жүректен қорқу ол ғибадат. Ол тек қана Аллахқа ғана арналуы керек. Ол өзінің ибада. Пенде егер жалғыз Аллахтан ғана қорқатын болса, ол ғибадат істеп жатыр. Және ол ихласпен қорқу керек. Шынында ихласпен, жалғыз Аллахтан. Ал екінші түрі ол сол ғибадаттың ақысы. Адамдардан қорқып, амалды тастайтын болса, ол ғибадаттың ақысына қарсы шықты. Ғибадаттың ақысы деген жалғыз Аллахтан ғана қорқып, Аллахтың бұйрықтарын орындау. Ал шайтандар әрине пенделерді, Аллахтың пенделерін қорқытудан тоқтамайды екен. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтып отыр: "Иннама заликум шайтан юхауифу аулия". Ол шынында шайтан өз әулиелерімен қорқытады дейді. "Фала тахафухум ва хафун", олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар деп бұйырды. Аллах Тағала тиым салып жатыр мؤминдерге Аллахтан басқадан қорқуға. Жалғыз Аллахтан ғана қорқу керек екен. Және қорыққанда да ихласпен. Сонда Аллах Тағала мؤминдерге иншалла қалағандарын береді. Егер пенделер, егер мؤминдер Аллахтан шынымен ихласпен қорқатын болса, пенделердің қажетін Аллах Тағала беріп қояды. Оларға керекті нәрсесін жеткізіп қояды. Аллах Тағала Құранда Зумар сүресінде айтады: "Алейсаллаху бикафин абда ва юхауифунака биллазина мин дуни". Аллах пендесіне жеткілікті емес пе? Тыныштық керек пе? Амандық керек пе? Онда Аллах Тағала пендесіне қорғаушы ретінде жеткілікті. Рызық керек пе? Неғмет керек пе? Онда Аллах Тағала рызық беруде жеткілікті пендесіне. Жалпы не керек пендеге? Аллах Тағала оған бәрін береді. Егер ихласпен Аллахтан қорқып ғибадат жасайтын болса. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтып отыр: "Алейсаллаху бикафин абда". Аллах пендесіне жеткілікті емес пе? "Ва юхауифунака биллазина мин дуни". Олар сені Аллахтан басқамен қорқытқылары келеді. Олар сені Аллахтан басқамен қорқытады дейді. Олардың айтқанын істемесең саған зиян жетеді. Олардың айтқанын істейтін болсаң, олар саған рызық береді, неғмет береді. Аман боласың. Бұның бәрі ширк. Шейх Ибн Қайим рахмахулла айтады: Алланың жауы иблистің айлаларыдан біреуі ол өзінің әскерлері мен әулиелерімен қорқытады мؤминдерді. Бұл иблистің, Алланың жауы болған иблистің айласы екен. Өз әскерлерімен және әулиелерімен дейді. Мؤминдерді қорқытады. Жихад жасамаңдар деп, жақсылыққа шақырмаңдар деп, жамандықтан қайтармаңдар деп, оларды адастыруға әрекет қылады, қорқытады. Егер бұл істерді қазір жасайтын болсаңдар, сендерге қиыншылық келеді, зиян келеді деп, әлде тастамайтын болсаңдар, қиын жағдайда боласыңдар деп, оны қорқыту екен. Ал Аллах Тағала бұның бәрі шайтанның айласы екенін айтты бізге. Оны тастауға бұйырды дейді. Және тек қана Аллахтан ғана қорқуға бұйырды дейді. Факуллама қауя имана абдин зала минху хауфу аулия шайтан. Ал енді пенденің иманы қанша күшейетін болса, оның шайтанның әулиелерінен деген қорқуы сонша азаяды дейді. Пенденің иманы қанша күшті болса, ол шайтанның әулиелерінен деген қорқынышы азая бастайды. وَكُلَّمَا ضَعُفَ إِيمَانُ قَوْيَ خَوْفُهُ مِنْهُمْ. Ал енді иманы қанша әлсірейтін болса пенденің, оларға деген қорқыныш күшейе бастайды. Бұл шейх Ибн Қайим рахимахуллахтың сөзі. Сондықтан пенде, шынында қарайтын болсам, бұл ақиқат. Иманы қанша күшейетін болса, ол тек қана Аллахтан ғана қорқатын болады. Аллахтан басқаның бәрі оған бекер. Сөйтіп ешкімге деген қорқыныш қалмайды онда. Ал иманы қанша әлсірейтін болса, ол бәрінен қорқатын болады. Тастан да, ағаштан да, жындан да, жандан да бәрінен қорқатын болады. Және Аллахтан қорқу, бауырлар, ол иншалла салих амалдардың қабыл болуына себеп болатын нәрсе. Пенде істеп жатқан амалдарының қабыл болғанын қалайтын болса, ол міндетті түрде тек қана Аллахтан ғана қорқуы керек. Егер ол қорқуда Аллахқа серік қосқан кісі болатын болса, істеген амалының бәрі бекер. Мысалы Құранда Аллах Тағала Тауба сүресінде айтады:
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Шындықта Аллахтың үйін кім Аллахқа иман келтірген болса, және ақыретке намаз оқыған болса, және закат берген болса, және Аллахтан басқа ешкімнен қорықпаған болса, солар тұрғызады дейді. Солар хидаят жолын тапқандар болар дейді. Негізінде мешіт тұрғызу деген үлкен бір сауап. Пайғамбарымыз алейхиссалам бұл жайлы хабар берген еді. Кім Аллах үшін үй тұрғызатын болса, Аллах оған жәннаттан үй тұрғызады дейді. Кім Аллах үшін, Алла разылығы үшін мешіт салатын болса, оған Аллах Тағала жәннатта үй салып беретінін Пайғамбарымыз алейхиссалам хабар берді. Бірақ мешіт салғандардың бәрі жәннатқа кіріп, жәннатта үй бола береді екен деген сөз емес. Өйткені Аллах Тағала мына жерде шарт қылып қойды. Кім шынында жәннаттан үй иесі болғысы келсе, онда ол кісіде мына сипаттар болу керек екен. Иннама яъмур масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир. Кім Аллахқа және ақыретке иман келтірген болса, ва ақама салата ва ата зака, намаз оқыған болса және закат берген болса, ва лам яхша иллаллах, Аллахтан басқа ешкімнен қорықпаған болса, солар алады ол сыйлықты. Солар тұрғызу керек екен. Ал басқа кісілердің тұрғызғаны, оларға ондай сауап ешкім уәде қылған жоқ. Оларға ондай сыйлықты ешкім уәде қылған жоқ. Егер бір имансыз, әлде Аллахтан қорықпаған кісі, әлде мушрик, басқасы егер тұрғызатын болса, ол мешітті Аллах үшін, әрине ол жерде намазға тұруға тыйым салынған жоқ. Ол жерде ғибадат жасауға тыйым салынған жоқ. Бірақ ол кісі ол сыйлықты алған жоқ. Керісінше оның істеген амалы Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Касарабин биқиатин яхсабуху дам'ану ма'a хатта иза жа'a лам яжидху шай'a" дейді. Ол әншейін бір жерде көрінген су сияқты болады, шөлдеп тұрған кісіге. Оған жетіп баратын болса, ол ешнәрсе тапқан жоқ. Дүниеде ол істеп жатқан кезде сондай ниеті болар ол кісінің. Мешіт салатын болсам, мен жақсы істейтін болсам, сыйлық алам, осындай ойда істеу жақсы хайырда болам деген. Ол әншейін оның ойы тіпті бағанағы шөлдеп тұрған кісінің су іздеп жүрген сияқты болады екен. Сөйтіп ол ақыретте бір сыйлық күтіп барған болса, оған ешнәрсе жоқ. Хатта ида жа'a лам яжидху шай'ан дегендей. Егер оған баратын болса, ешнәрсе таппайды. Әлде басқа бір аятта Аллах Тағала айтады ғой: "Карамадин иштаддат бихи риху фи яумин асиф". Әлде қатты жел күнінде шаң сияқты болады, ол топырақ сияқты ушатта кетеді. Жинай алмай қалады ол нәрсесін ол ақыретте. Ал кім шынында Аллахқа және ақыретке иман келтіріп, намаз оқып, зекет беріп, және Аллахтан қорқып жүрген кісі болған болса, иншалла, ол кісі сауабын алады. Ал бірақ ғибадат мәселесіне келсек, тағы айтып кетейік бауырлар, ол жерде намаз оқуға тыйым салынған жоқ. Өйткені бұл аятта жалпы тәфсир ғалымдарының айтатыны сыйлық мәселесі. Кімдер сыйлық алады? Ал Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтқандай: "Менің үмметіме жердің бәрі масжид қылынды" деді. Маған 5 нәрсе берілді, басқаларға берілмеген деген соның ішінен айтып кеткен кезде, менің үмметіме жердің бәрі масжид қылынды деді. Сондықтан ол жерде кім тұрғызды, бұл үйді кім тұрғызды, бұл мешітті кім тұрғызды деп сұрап не қылынбайды. Барлық жер масжид. Жердің бәрінде де намаз оқуға болады. Тек қана ол жерде нәжас болмаса, ол жерде қабір болмаса, және Құранда Аллах Тағала мұнафиқтардың тұрғызған мешітін айтқан еді. Сондай бір мақсатпен салынған орын болмаса, алхамдулилля, қай жерде болса да намаз оқу беруге болады. Ал мына аятта айтылғаны дейді, ол сыйлық. Кімдер сыйлық алады? Шынында істеген жақсы амалы үшін, тұрғызған үйі үшін, Аллах үшін деп істеген ісі үшін сыйлық алатындар, Аллахқа, ақыретке иман келтірген, намаз оқыған, закатын берген, және тек қана Аллахтан ғана қорыққан кісілердікі екен. Демек, мешітті тұрғызуда оны немен тұрғызады, оған қарамайды екен. Ол оны алтыннан жасай ма, ол оны күмістен жасай ма, ол оны сондай қымбат нәрседен жасай ма, оған қарамайды. Оған қарап сыйлығы көп болады, әлде аз болады емес. Керісінше кейбіреулер әншейін тастан, әлде саманнан тұрғызуы мүмкін оны. Бірақ ішкі дүниесі сондай пәк болатын болса, сыртқа амалы таза болатын болса, алхамдулилля, сол кісі алды сыйлықты, басқасы емес. Демек, осы қорқудың түрлері еді. Аллах Тағала Құранда "Валам яхша иллаллах" деп тұр. Тек қана Аллахтан ғана қорыққан болса ол. Аллахтан басқа ешкімнен қорықпаған болса дейді. Бұл дегеніміз ғибадат қорқуы дейміз. Мойынсыну қорқуы. Аллахқа қорқып ғибадат жасаған болса, мойынсынған болса ол кісі, иншалла солар Аллахтан сыйлық алады. Ал кім енді Аллах Тағала разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, ондайларға үлкен сыйлық бар екенін айтады Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Кейбірде осы нәрсені қазіргі күнде өте көп көреміз. Адамдар басқа біреулердің разылығы үшін Аллах Тағала жақсы көретін істі тастап қояды. Бір пенделерді разы қылу үшін, бір адамдарды разы қылу үшін Аллахтың жақсы көретін ісін қалдырып қояды.
Сөйтіп олар даналық істедік деп ойлайды. Бұл бір даналық болды дейді. Адамдарды разы қылу. Мақсаттары сол адамдар дінге келсе, осы адамдар ислам дінін түсінсе жақсы болар еді, хидаят жолын тапса жақсы болар еді деп оларды шақырып жатқан кезде дінге, солар жақсы көретін, разы болатын істі істейді, тіпті оны Аллах жек көретін болса да. Бұл даналық емес, бұл надандық болды. Бұл жайлы хадистерде айтылады. Мауия Шамда әмір болып тұрған кезінде Айша анамызға хат жазған еді дейді. Айша анамыздан хат жазып насихат сұрады дейді. Сен маған сондай бір насихат жаз, қысқа дейді. Қысқа бір насихат жаз дейді. Сол маған пайдасы болсын деп. Сол кезде Айша анамыз оған былай деп жауап жазды дейді. Саламун алейка. Аллахтың сәлемі болсын саған. Фа инни сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқул. Мен пайғамбарымыз алейхи саламды былай дегенін естідім. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах оны адамдардың жамандығынан аман қылып қояды. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, Аллах оларды сол адамдарға қалдырады. Салам деп жазды дейді. Саған сәлем болсын. Демек қарайтын болсаңыздар, үлкен бір насихат. Пайғамбарымыз алейхи салам умматқа берген насихат. Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах Таала сол адамдардың жамандығынан оны аман қылып қояды. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істеген болса, Аллах Таала оны сол адамдарға қалдырады деді. Осы хадис бірнеше риуаяттармен келеді. Бірнеше сөздер өзгеріп келеді, бірақ мағынасы бір. Мысалға айтып өтейік. Кейінгі хадисте Ибн Хаббан сахихында риуаят еткен хадисте айтады: "Ман илтамаса ридаллахи бисахатин нас радияллаху анху ва ардан нас анху, ва ман илтамаса ридан нас бисахатиллах сахиталлаху алейхи ва асхата алейхин нас." Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах оннан разы болады және адамдарды оннан разы қылады дейді. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, Аллах оны жек көреді және адамдарға да оны жек көрсетіп қояды. Шейх Ислам ибн Теймия осы жайлы айтады. Айша анамыз Мауияға былай деп жазған екен: кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах адамдардың жамандығынан оны аман қылып қояды. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, олардың пайдасы болмайды оларға. Ол кісіге адамдардың пайдасы болмайды дейді. Басқа бір аятында дейді: кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах ондан разы болады да адамдарды да разы қылады. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істесе, оны мақтаушылар жек көрушілерге айналады дейді. Пенделер уақытша мақтаған шығар ол кісіні. Өздері жақсы көретін, өздері разы болатын іс істеген үшін ол кісіні мақтар мүмкін. Бірақ Аллах Таала оны қайтарып, олар жек көрушілерге айналдырып қояды дейді. Демек, кім Аллахтан қорқатын болса, бауырлар, ол өзінің тақуалы екенін көрсетті. Кім Аллах Таала разы болатын істі істесе, ол тақуалығын көрсетті өзін. Аллах Таала жақсы көретін кісілердің біреуі болды ол. Ал кім тақуалы болатын болса, ол иншаллах салих, ізгі амал жасайтын пендеге айналды. Ал салих кісілерді, ізгі амал жасайтын кісілерді Аллах өз қорғауына алады. Аллах оны өз қорғанына алады. Сөйтіп, иншалла, оған керегін, қажетін береді, оны қатерден аман қылады. Құранда Аллах Таала бұл жайлы айтқандай: "Ва ман яттақиллаха ядж'ал лаху махража." Кім Аллахтан қорқатын болса, оған Аллах жол береді деді. Оны Аллах барлық қиыншылықтардан шығатын жолын беріп қояды оған. "Ва ярзуқу мин хайту ла яхтасиб." Өзі күтпеген жерден оған рызқын береді деді. Сөйтіп, адамдардың зияны болмайды оған. Ешбір пенде оған зиян жеткізе алмайтын болады. Ал енді адамдардың разы болу мәселесіне келсек дейді. Әрине, барлық адамдар одан разы болмас. Бірақ кімдің жүрегінде Аллахқа деген иман болатын болса, кімде Аллахқа деген ғибадат бар болса, ондай кісілер міндетті түрде разы болады дейді. Аллах Таала оларды да разы қылып қояды ол кісіден дейді. Ал олардың пайдасы болмайды деген сөзі дейді, шынында пайда зиянның иесі Аллах. Егер Аллахтың әміріне біреу қарсы шығатын болса, сөйтіп Аллах жек көретін істі істейтін болса, басқа біреулердің разылығын табу үшін, олар ешқашан ол кісіге пайда бере алмайды дейді. Ал оны жақсы көргендер, оны мақтағандар, оны жек көреді деген сөзі, ол нәрсені біз күнде көріп жүрміз дейді. Пенде Аллахтың әміріне қарсы шығып, адамдарды разы қылайын деп қанша әрекет қылса да, бәрібір оны разы қыла алмайды. Бір күн барып, бәрібір жек көреді оны.
Сондықтан пенде ойланса екен, Аллах Тағала разы болатын іс істеп жатқан кезде оған қандай хайыр бар, Аллах Тағала жек көретін іс істегенде оған қандай жамандық бар екен. Кім істеп жатқан ісімен Алланы разы қылатын істі істеп, адамдар жек көрсе де оны жалғастыра беретін болса, ол кісіге екі жақсылық бар екенін айтты. Ондай кісілерден Аллах разы болады, және адамдарды ондайдан разы қылып қояды. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істеп жатқан болса, ондай кісілерге екі қатер бар екен. Екі зиян бар оларға. Аллах жек көреді оларды, және адамдар жек көреді оларды. Демек, біздің айтатынымыз, бауырлар, Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істеу деген барлық жақсылықтардың есігі болды. Ал адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көрген істі істеу барлық жамандықтың есігі. Сондықтан пенде ондан сақ болу керек екен. Ал енді ғибадатта тек қана қорқудың өзі болмайды. Қорқумен ғана шектелмейміз. Егер кім ғибадатын қорқумен ғана шектейтін болса, хавариждің ғибадатына айналды оның ғибадаты. Өйткені хавариждер сондай еді, ғибадаттарына тек қана қорқуды ғана негіз қылып қойды. Ал мұъмин, Аллахтан қорқатын кісі, ғибадат жасаған кезде ол сүйіспеншілікпен, қорқумен және үмітпен ғибадат етеді деп айтқан едік. Шынымен ол ғибадатында осының бәрін жинайды өзінде. Ол істеп жатқан ғибадатын сүйіспеншілікпен тұрады Раббысының алдына, қай ғибадаттың қандай түрі болса да. Ол істеп жатқан ғибадатынан иншалла үміт етіп Аллахтан жақсылықты күтеді, сыйлығын күтеді. Және сол уақыттың өзінде ол қорқатын болады Раббысынан. Неге? Өйткені Аллах Тағала оған міндетті емес, оған қарыз емес, оған рызық сыйлық беруге тиісті емес. Аллахтың айласы бар. Мүмкін ол Алланың айласына түсіп қалар. Сөйтіп істеген амалының бәрі бекер болар. Сондықтан пенде қорқу мен үміттің арасында өмір сүреді. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтады, Араф сүресінде: "Афа амину макраллах, фала я'ману макраллахи илля ал-қаумул хасирун." Олар Аллахтың айласынан аман болдық дей ма? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Алланың айласы деген не ол? Яғни Аллах Тағала бір пендесіне сыйлық беріп тұрып дүниеде, оған бір неғмет беріп дүниеде, рызқын кеңейтіп қойып тұрып, оны тозаққа дайындауы мүмкін. Сондықтан ол мәз болып қуанатын болса, Аллах маған разы болып беріп жатыр деп ойлаған болса, рызқын бәрін, кеңшілікті, дүниеде амандықты, тыныштықты, ол қателесті. Мүмкін Аллах Тағала сол арқылы оны адастырып жатқан шығар. Сондықтан афа амину макраллах дейді. Олар Алланың айласынан аман болдық дей ма? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Демек ол қорқуда болсын, барлық жағдайда. Дүниеде өмір сүріп жатқан кісі қорқудан ажауға болмайды оған. Өйткені ол Аллахтың айласы болар. Дәл сондай үмітсіз болуға болмайды оған. Керісінше үмітпен өмір сүреді. Құранда Аллах Тағала айтқандай бұл жайлы Юсуф сүресінде: "Иннаху ла я'асу мин раухиллахи илля ал-қаумул кафирун" деді. Аллахтың мейірімінен тек қана кәфір халық қана үмітсіз болады. Басқа бір аятта Хижр сүресінде айтады: "Ва ман яқнут мин рахмати рабби илля ал-заллун." Раббысының мейірімінен тек қана адасқандар ғана үмітсіз болады дейді. Қорқу мен үміт олның ғибадатының негіздері. Шейх Исмаил бин Рафи айтады: "Мин ал-амни мин макриллахи иқамат ал-абди ала замби ятаманна ала Аллахи ал-мағфира." Пенденің Алланың айласынан аман болдым дегені күнә жасап тұрып кешірімді күтуі дейді. Яғни кім күнә жасап тұрып кешірім күтіп жатқан болса Аллахтан, Аллах Тағала күнәні харам қылды, күнәні тыйым салды, оны тастауға бұйырды. Енді пенде Алла жек көретін істі істеп тұрып, иншалла Аллах кешіреді ғой деген оймен істеп жатқан болса, ол Алланың айласынан аман болдым дегені. Ол мен азаптан құтылып кетем дегені. Сондықтан сақ болу керек екен. Аллах Тағала тыйым салған нәрсе ме, оған жоламасын. Пенде ешқашан нәпсіне сүйенбесін ғибадатта. Керісінше барлық жағдайда Аллахқа сүйеніп, мен айтқандай қорқу мен үмітті тастамай, әлде біреуін ұстанбай, екеуін бірге ұстанатын болса, иншалла ол шынымен Аллах Тағала жақсы көретін пенделерге айналады. Ғибадат жасайды, қорқумен күнәларды тастайды, Аллахтың әміріне толық мойынсынады және үміт етеді істеп жатқан ғибадатына сыйлық күтіп. Бұл пайғамбарлардың ісеті. Осы пайғамбарларға елген салих кісілерді, сиддиқтардың жолы еді бұл. Құранда Аллах Тағала Анбия сүресінде: "Иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва яд'унана рагабан ва рахаба ва кану лана хаши'ин" деді. Аллах Тағала жақсы көретін пенделердің ғибадаты, амалдар қалай болушы еді? "Иннахум кану юсари'уна фил хайрат", олар жақсылықтарда жарысушы еді дейді. Хайырлы амал жасауда, Алла жақсы көретін, разы болатын істерді істегенде жарысады бір-бірімен олар.
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا және бізге қызығумен, қорқынышпен дұға қылады дейді. Үмітпен, қорқынышпен дұға қылады дейді. Істеп жатқан дұғаларында олар да қорқыныш болады Раббысына және үміт етеді иншалла сыйлығына. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ және олар тақуалы пенделер еді деп тұр Аллаһ Тағала. Демек осы аятқа қараған кісі бағана айтқан үш негіздің бәрін көреді. Олар ізгі амал жасағанда жарысушы еді деген, бұл деген Раббысына деген сүйіспеншілігі олардың. Аллахқа деген махаббаты олардың. Аллаһ Тағала жақсы көретін, Аллаһ Тағала разы болатын істеп жатыр олар. Әл-айбада не еді ол? Айбада Аллаһ Тағала жақсы көретін, разы болатын сөздер мен амалдар. Сол нәрсені істеген кезде олар дейді асығады дейді, жарысады бір-бірімен. Бұл Раббысына деген сүйіспеншілік. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا және үмітпен олар дұға қылады. وَرَهَبًا және қорқынышпен. Үш негізді бәрін Аллаһ Тағала айтып кетті. Әлде кейінгі аятта Исра сүресінде Аллаһ Тағала айтады: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Олардың дұға қылып сұрап атқандары, Раббыларына жақындау үшін жол іздеп атқандар, Раббыларының үміттеніп атыр Раббыларының мейірімінен және қорқады Раббыларының азабынан дейді. Бұл не дегені? Бұл аяттың түсу себебі жайлы айтылғанда бір топ жындар бар еді дейді. Мушрик арабтар соларға ғибадат жасаушы еді. Бір топ мушриктер жындарға ғибадат жасаушы еді. Арасында байланыс болып, әсбабы нузулда соны айтады. Түсу себептерін аяттың. Соған бір топ мушриктер бағана жындарға ғибадат жасаушы еді. Жындар ислам дінін қабылдады. Сөйтті де, олар алхамдулилlah тақуалы пенделерге айналды. Ал бірақ мушриктер істеп жатқан ғибадаттарынан тоқтаған жоқ оларға деген. Сөйтіп Аллаһ Тағала осы аятты түсірген дейді. Олардың дұға қылып сұрап атқандары, бағана жындар, ябтағуна иля раббихим василата айюхум aqrab. Қалайша Раббымызға жақындаймыз деп васила қылып жатыр олар, амал жасап жатыр олар. Аллахқа деген сүйіспеншілік олардың. Ва ярджуна рахмата, Алланың мейірімінен үміттеніп жатыр олар. Ва яхафуна азаба, оның азабынан қорқып жатыр. Олар үш негізді жинағандар. Олар сүйіспеншілікпен Раббысына ғибадат етіп жатыр, үміт етіп жатыр істеп жатқан ғибадаттан және Аллахтан қорқып жатқан кісілер, ал мушриктер оларды Аллахқа серік қылып жатыр. Өздерінің шірктерінен тоқтаған жоқ. Демек шынында Аллах жақсы көретін пенделер кімдер екен? Осы негіздерді ғибадатында жинаған кісілер. Сөйтіп сүйіспеншілікпен, үмітпен, қорқумен Раббысына ғибадат еткендер. Егер шынында пенделе егер қорқу мен үміт қосылатын болса оның жүрегінде иншалла, ол кісіні ізгі амал жасауға итереді бұл нәрсе. Жақсылыққа жетуге себеп жасауға итереді бұл нәрсе. Егер онда қорқыныш пен үміт болатын болса. Өйткені ол үмітпен жақсы амалдарды жасайды, Аллахқа мойынсынады және сауабын күтеді. Ол үміті оның. Ал қорқынышпен ол күнәларды тастайды, оның азабынан қорқады. Ал енді Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, ол ізгі амал жасаудан тоқтайды. Егер Аллахтан қорқпайтын болса, ол күнәға барады. Қорқыныш пен үміт оны иншалла жамандықтан сақтайды екен. Сондықтан ғұламалар айтады, кім Аллахқа тек қана сүйіспеншілікпен ғана ғибадат еткен болса, ол софи. Сопылардың ғибадатының негізі осы еді. Тек қана махаббатпен ғибадат ету. Ал кім Аллахқа қорқумен ғана ғибадат еткен болса, ол хариджи. Хавариждер тек қана қорқумен ғана ғибадат етуші еді. Ал кім Аллахқа тек қана үмітпен ғана ғибадат еткен болса, мурджи, үмітшіл. Ал кім Аллахқа сүйіспеншілікпен, қорқумен және үмітпен ғибадат еткен болса, ол муъмин дейді. Сөйтіп иншалла Аллаһ Тағаланың Құранда айтқан, өзі жақсы көретін, разы болатын істі істейтін салих пенделердің сипатын ұстанған болады ол. Раббыларына сүйіспеншілікпен ғибадат етіп, жақсылығын үміт етіп күтіп, азабынан қорқатындар дейді. Құранда Аллаһ Тағала Аллахтан қорқуды тастаған, қорқуға көңіл бөлмеген халықтар жайлы айтып өтті. Араф сүресінде Аллаһ Тағала айтады: Афа амина ахлул қура ан яътияхум бәъсуна баята ва хум наимун. Ауыл тұрғындары, оларға біздің азабымыз олар ұйықтап жатқан кезде келуінен аман болдық деймі? Афа амина ахлул қура ан яътияхум бәъсуна духа ва хум ялъабун. Ауыл тұрғындары, оларға біздің азабымыз күндіз олар ойнап жатқан кезде келуінен аман болдық деймі? Афа амину макраллах фала яъману макраллах иллал қаумул хасирун. Алланың айласынан аман болдық деймі? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Аяттың мағынасын қараңыздар. Шынында қазіргі күндегі адамдарды өміріне қарайтын болсақ, Аллаһ Тағала Құранда айтқан осы кісілер солар сияқты болып шығады.
Неге? Өйткені түнде олар келді де төсектеріне жатты, ешқандай уайым жоқ, ешқандай қорқыныш жоқ, ешқандай үміт жоқ. Жатып ұйықтап, біраз тұрып, демалып болғаннан кейін біраз тұрып, ары қарай жұмысын жалғастыру мақсаты. Болды, басқа еш нәрсе ойлаған жоқ. Осы көзімді жұмғаннан мен аша алмай қалам деп қорыққан жоқ. Осы мені соңғы түнім болар деген онда уайым болған жоқ. Еш нәрседен қорыққан жоқ. Аллах оған түнде нем дайындап қойғанын ол ойына кіргізген жоқ. Келді де жатты. Ұйықтап жатыр. Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Ауыл тұрғындары оларға біздің азабымыз, олар ұйықтап жатқан кезде келуінен аман болдық дейме. Субхана Аллах Тағала, егер олар ұйықтап жатқан кезде олардың жанын алатын болса, олар ертең көзімізді ашамыз деп ойлап отырған болса, бірден олар қабірде көздерін ашса, жағдайлар не болады деп ойлаған жоқ олар. Осы Аллахтың айласынан аман болдым деген ол пенделердің. Ойлап жатқан жоқ, Аллах олар жанын түнде алады деп. Керісінше олар күтіп жатыр түн болуын, тезірек болса сол бар рахаттар, ләззаттарын бір ұйықтасақ деп. Ертең тұрып тағы дүние жұмысын жалғастыра береміз деп. Аллах Тағала айтады: "Афа амина ахлул қура ан яътихум бәсуна баята ва хум наимун." Олар ұйықтап жатқан кезде біздің азабымыз келуінен аман болдық деп ойлай ма ауыл тұрғындары? Әлде күндізіне қарайық оларды. Күндіз олар Аллахты ойлап жатқан жоқ. Еш нәрседен уайымы жоқ. Ойнап жүр әншейін. Нәпсі нені қаласа, нені жақсы көрсе, соны істеп жүр. Сол кезде оларға Аллахтың азабы келмейді деген сенім қайдан келді? Әлде гарантиясы бар ма оған? Сендер ойнап жатқан кезде Аллах сендерді алмайды деген. Соны Аллах айтады: "Афа амина ахлул қуран яътихум бәсуна духан ва хум ялабун." Әлде күндіз олар ойнап жатқан кезде Аллахтың азабы оларға келуінен аман болдық деп ойлай ма ауыл тұрғындары деп. Мән Аллах қашан қаласа сонда алуы мүмкін ғой пендесін. Ұйықтап жатқан кезде, әлде күндізде еш нәрседен уайымы жоқ болып, ғафил болып ойнап жатқан кезде қайда олардың Аллахқа деген байланысы? Афа амину макраллах. Алланың айласынан аман болдық дейме олар? Фала яъману макраллахи илля ал-қаумул хасирун. Алланың айласынан тек қана қасиеттегі халық қана аман болады деді. Демек қарайтын болсақ, пайғамбарлардың әміріне қарсы шыққандар, пайғамбарлардың алып келген дағуаттарына мойынсынбай, куфрдан, күнәдан арылуға, құтылуға әрекет қылмаған кісілердің жағдайы осы. Сөйтіп шынында Аллахтың айласына душар болды олар. Өздеріне дейін өмір сүрген халықтардың басына келген азаптар, қиыншылықтар оларға ғибрат болған жоқ. Олар оны өздеріне сабақ қылған жоқ. Аллах Тағала Құранда оны бәрін баяндады. Араф сүресінде айтқандай: "Авалам яхди лиллазина ярисуна ал-арда мин баъди ахлиха ан лау нашау асабнахум бизунубихим ва натбау ала қулубихим фахум ла ясмаун." Жерді өздеріне дейінгілерден мұра қылып алғандарға баяндалған жоқ па? Егер оларды Аллах қалайтын болса істеп атқан күнәлары үшін жазалайды. Және олардың жүректерін жауып тастайды, олар естітпейтін болады дейді. Баяндалған жоқ па кісілерге? Шында қарасын, кеше өмір сүрген халықтар не болды? Алланың әміріне қарсы шыққан халықтарға қандай азап келді? Соларға баян емес пе? Аллах Тағала баяндап қойған жоқ па? Егер олар істеп атқан істерінен, жаман істерінен, жаман қылықтардан қайтпайтын болса, сол азапты, сол қиыншылықты Аллах Тағала бұларға да береді ғой. Ванату ала қулубихим, жүректеріне дейді, мөр басып тастамайын Аллах Тағаларды ашылмайтын қылып. Вахум ла ясмаун, сөйтіп олар естпейтін болады. Естпейтін. Ақиқат қанша айтсаң да, не қылсаң да, ол құлағы естпейтін керең сияқты болады. Енді ғалымдардың кейбіреулері айтады, қорқыныш пендеде қалай пайда болады? Аллахқа деген қорқыныш пенденің жүрегінде қалай пайда болады? Оған дейді, осы үш нәрсе керек болады дейді. Үш шарт. Біріншісі, мағрифатуху бил джинаяти ва қубхиха дейді. Күнәнің қылмыс екенін, жамандығын білуі дейді. Егер пенде күнәнің қылмыс екенін білетін болса, оның жаман нәрсе екенін білетін болса, ол иншалла күнәдан құтылуға әрекет қылады. Демек, әрбір пенденің жүрегінде күнәнің қылмыс екені және оның жаман нәрсе екені жайлы пікір болу керек. Ол күнә жақсы нәрсе деп ойламасын, күнәні амандық деп білмесін өзіне. Күнәдан бір хейр бар екен деп ойламасын. Керісінше, күнә жаман нәрсе және күнә қылмыс деп біліп тұратын болса пенде, онда иншалла Аллахқа деген қорқыныш пайда болады дейді. Екіншісі, тасдиқу бил ваид. Сол істеген күнәсіне Аллах Тағала жаза дайындап қойғанына сенетін болса, күнәнің жаман екенін білді, күнәнің қылмыс екенін білді. Енді кім сол күнәні жасайтын болса, Аллах Тағала ондай кісілерге жаза дайындап қойғанына сенетін болса, ол күнәдан қашуға әрекет қылады. Ол күнәдан құтылатын болады. Үшіншісі, күнә жасаған кісіге Аллах Тағала тәуба қылу мүмкіншілігін бермей қоюын білетін болса. Кім күнә жасап жатқан болса, Аллах Тағала
сол күнәсінен кейін оған тәуба қылу мүмкіншілігін бермей қоюы мүмкін. Әрбір істеген күнәдан кейін тәуба қылып үлгереміз деп ойламаймыз ғой. Сондай болады, Аллах Тағала кейбір күнәлардан тәуба қылмай тұрып жанымызды алып қояды. Сондықтан пенде білетін болса, күнәдан кейін онда тәуба қылу мүмкіншілігі болмай қалуы мүмкін екенін білетін болса, ол Аллахтан қорқатын болады. Онда Аллахқа деген қорқыныш пайда болады екен. Шынды ойланып қарасаң, ақиқат. Күнәнің қылмыс екенін, жаман нәрсе екенін білмегенше оны тастамайды. Ол істеген күнәге Аллах Тағала жаза дайындап қойғанын білмесе, пенде оны тастамайды. Және сол істеп жатқан күнәсіне ертең тәуба қыла алмай қалуы мүмкін екенін білмесе, оны істей береді тағы. Ал осы нәрселерді біліп жүретін болса, дейді, иншалла, ол кісіде Аллахқа деген қорқыныш пайда болады. Кейін, жалпы біз, алхамдулилля, ең тура жол ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам алып келген жол деп айтамыз. Құран мен хадис. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан еді: сендерге мен сондай нәрсе қалдырдым, егер ұстанатын болсаңдар, менен кейін ешқашан адаспайсыңдар, Алланың кітабы мен менің сүннетім деп. Бұл жол пайғамбарымыздың жолы. Бұл жол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға дейін келген пайғамбарлардың жолы. Өкінішке орай қазіргі күнде кейбір бауырлардан естіп қаламыз, мен тура жолдамын деген, әлде біздің жолымыз тура жол деген. Олай, бұл сөз ауыр сөз негізінде. Біз неге бұйырылдық? Біз айтамыз, тура жол ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның жолы, Құран мен хадис. Тура жол ол сахабалардың жолы, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жолын жүрген. Ал біз анық сол жолдан жүрміз бе, жоқ па? Біздің істеп жатқан амалымыз дәл сол амалға сәйкес па, жоқ па? Аллахи, ондан әлі хабарымыз жоқ. Сондықтан біздің жолымыз ананың жолынан дұрыс, біздің жолымыз мынаның жолынан дұрыс демейміз. Керісінше, дұрыс жол не ол десе, ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның жолы деп айтамыз. Ол сахабалардың жолы, ол пайғамбарлардың жолы. Осы дұрыс жол дейміз. Сол дұрыс жолдан жүрген кісілердің ақиқаты қалай еді? Соны үйренсек. Сол дұрыс жолдан жүрген кісілердің ақлақтарын, мінездерін, ғибадаттарын үйреніп, дәл солар жасағандай жасап жатқан болсақ, иншалла біз тура жолдамыз. Алхамдулилля. Ол кісілердің ғибадаттары қалай еді? Ол кісілердің біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты Аллахқа деген қорқыныштары қалай еді? Аллахқа деген үміттері қалай еді? Соны қарайық. Аллах Тағала Құранда пайғамбарлардың үміті жайлы айтады. Ибрахим алейхиссалам туралы. Ол кісінің жасы 80-нен асты. 85-ке барған кезде перзенті жоқ. Аллах Тағала перзент берген жоқ. Негізінде бізде ол жас деген, жалпы ол кезде үміт қалмайды адамда. Менде перзент болуы мүмкін деген. Ал Ибрахим алейхиссаламда ол үміт жоғалмаған еді. 85-ке барса да жасы, ол Аллах перзент берер деген үмітте. Өйткені оны періштелер келіп қуантқан кезде дейді, Аллах саған перзент беретін болды деп, Исмайылды. Ол кісінің айтқан сөзі: "Ва яқнут мин рахмати рабб илля залун." Раббысының мейірімінен адасқан халықтан басқа кім үмітсіз болады дейді. Демек, ол үміттеніп жүрген еді осы күнде. Иншалла Аллах оған перзент береді деп, тіпті жасы 85-ке барса да. Үміт деген қандай күшті ол кісілерде. Хотя ол жаста бала күту деген өте бір ақылға көп сыя беретін нәрсе емес. Ал біздің ақылымыз бәрінен біле бермейді ғой. Әлде Яқуб алейхиссалам балдарын жоғалтқан кезде оларды қайтып табуға деген үміті қандай еді? Юсуф алейхиссаламды жоғалтты жас бала кезінен. Аллахтың қалауымен біраз жылдар өткеннен соң оның інісі Беньяминді жоғалтты. Ағалары апарды да тастап келді екеуінде. Сөйтіп Яқуб алейхиссалам балдарына айтады: "Я бунайя зхабу фатахассасу мин Юсуф ва ахи ва ла тайасу мин раухиллах иннаху ла яас мин раухиллах илля ал-қаумул кафирун." Ей балдарым, барыңдар, Юсуф пен оның інісін іздеңдер дейді. Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар, Алланың мейірімінен шынында тек қана кәфір халық қана үмітсіз болады дейді. Сонша жылдар өтіп кетті. Ол кісінің көзі жоғалды, ол көрмейді көзі. Сондай жағдайда отырса да, ол кісінің айтатын сөзі: "Фасабрун джамил, асаллаху ан я'тияни бихим джамиа." Сабыр ол жақсы нәрсе. Аллах мүмкін маған оларды екеуін бірге қайтарар дейді. Иншалла, оның тарихына тоқталып оқитын болсаңыздар, баяндалады. Мен қысқа түрде айтып кетіп жатырмын. Юсуф алейхиссалам кішкентай бала кезінде жоғалды, сол өзі тұрып жатқан жерінен. Ал оның інісін олар Мысырға апарып тастап келді. Екеуі екі жерде екі уақытта жоғалған. Ал әкесі Яқубтың үміті: Аллах мүмкін маған ол екеуін бірге қайтарар деген үміттен қайтқан жоқ. Сондай жағдайда болса да, сонша жылдар өтіп кеткен болса да, оның Аллахқа деген үміті кеткен жоқ. Демек, кім олардың жолынан жүрген болса, Аллахқа деген үміті, иншалла Аллахтың мейірімінен деген үміті ешқашан жоғалмауы керек. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Маккадан Мадинаға хижрат қылып кетіп баратқан кезде шықты да, мысалы, үңгірде бауыры Абу Бәкір Сиддиқ екеуі отыр. Мушриктер оны іздеп жатыр, жан жақтан іздеп жатыр. Барлық мушриктер бар күшін бәрін салып іздеп жатыр.
Соны Аллах Таала Құранда айтады Тауба сүресінде: "Из ахраджаху аллазина кафару сания снайн из хума фил ғари из яқул ли сахибихи ла тахзан инналлаха ма'ана." Аллахқа кәфир болғандар оларды үйлерінен шығарды дейді. Маккадан шығарды оларды. Сөйтіп олар екеуі үңгірде отырған кезде ол жолдасына айтты дейді. Қасындағы Абу Бакр Сиддиққа: "Ла тахзан, ренжіме, инналлаха ма'ана, Аллах бізбен бірге." Сондай қиын жағдайда болса да, күндіз күні үңгірде отырған шейін ол жерден бірден табылуы мүмкін олар. Абу Бакр Сиддиқ айтқанда: "Я Расулаллах, егер олар еңкейіп аяқтарының астына қараса бізді көрер еді ғой" дейді. Жасырынатындай сондай бір жерге жасырынған жоқ олар. Әншейін ашық тұрған үңгірге кірді отыр. Сол үңгірдің қасына келді олар. Абу Бакр Сиддиқ айтып отыр: "Егер олар еңкейіп аяқтарының астына қараса бізді көрер еді ғой" дейді. Ал пайғамбарымыз алейхиссалам оған айтып отқан сөзі: "Ла тахзан, инналлаха ма'ана", ренжіме, Аллах бізбен бірге. Әлде хадисте айтқандай: "Сен екі кісі жайлы не ойлайсың, олардың үшіншісі Аллах қой" дейді. Басқа бір хадисте ол кісіге көмек болу үшін айтады дейді: "Ва'лам аннал фаража мa'ал караб", біл, құтылыс қиыншылықпен бірге келеді дейді. Қиыншылық болады, кейін құтыласың. Сондай бір сөздермен бауырын сабырға, жақсылыққа шақырып отыр, ал өзі Раббысының мейірімінен үмітсіз болған жоқ. Сондай қиын жағдайда болса да. Демек ол пайғамбарлардың жолы. Қандай жағдайға түссе де, қандай қиын жағдайда болмасын ол кісілер, Аллахтан үмітсіз болмайды ешқашан. Аллах Таала Құранда Зумар сүресінде бұл жайлы айтады: "Қул я ибадия аллазина асрафу ала анфусихим ла тақнату мин рахматиллах, инналлаха яғфиру зунуба джамиа, иннаху хувал ғафуру рахим, ва анибу иля раббикум ва аслиму ла." Айт, пенделерім, ей пенделерім, Алланың мейірімінен үмітсіз болған, нәпстеріне күнә жасап қойған пенделерім, айт: "Ла тақнату мин рахматиллах", Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар. Инналлаха яғфиру зунуба джамиа, Аллах Таала барлық күнәларды кешіруші. Күнәлар қанша көп болса да, егер пенде Аллахтан тәуба қылып кешірім сұрайтын болса, оның күнәсін кешіреді. Сондықтан айт оларға дейді, Алланың мейірімінен үмітсіз болған пенделер айт, үмітсіз болмасын олар Аллахтың мейірімінен. Аллах Таала барлық күнәларды кешіруші, өйткені Аллах Таала кешіруші және мейірімді. Ва анибу иля раббикум, Раббыларыңа тәуба қылыңдар, ва аслиму лах, мойынсыныңдар, беріліңдер. Демек Аллах Таала үшін қиын емес. Пенденің күнәсі қанша көп болса да оны кешіреді. Ал пенде тәуба қылып, одан кешірім сұрау керек екен. Ал Аллахтың мейірімінен үмітсіз болу, әлде Алланың айласынан аман болдым деген ойға бару, ол үлкен ширк және үлкен күнәлардан екенін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам баяндап айтып кетті. Хадисте айтқандай, Абдулла ибн Аббас риуаят еткен хадисте айтады, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір күн үлкен күнәлар жайлы сұралған кезде ол кісі айтты дейді: "Ал-ишраку биллах вал ясу мин раухиллах вал амну мин макриллах" дейді. Аллахқа серік қосу, Алланың мейірімінен үмітсіз болу және Алланың айласынан аман болдым деу дейді. Үлкен күнәлар дейді. Әлде Абдулла ибн Масуд риуаят еткен хадисте: "Акбарул кабаир", ең үлкен күнәлар дейді, "Ал-ишраку биллах", Аллахқа серік қосу, "Вал амну мин макриллах", Алланың айласынан аман болдым деу, "Вал қунуту мин рахматиллах", Аллахтың мейірімінен үмітсіз болу дейді. Өйткені кім Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, ол кісі Аллах жайлы жаман ойлаған кісі. Аллах кешіре алмайды, әлде ол кекшіл, әлде басқа бір жаман ойға барған кісі болды. Егер кім Аллахтың мейірімінен үмітсіз болды ма, ол кісі Аллахқа жаман ойлады. Және Аллахтың мейірімінің кеңдігі, кешірімдігінің кеңдігінен хабар болған жоқ ол кісінің, жахил болды ондан. Ал кім Аллахтың айласынан аман болдым деп ойлайтын болса, ондай кісілердің Аллахтың құдіретінен хабары жоқ екен. Және ол кісілер өзінің нәпсіне сүйенген кісілер болды. Аллахтың айласынан аман болдым деп ойлады олар. Өзім істеймін деп ойлады бәрін. Сөйтті де нәпсіне сүйенді. Пенде есінен шықпау үшін, барлық кезде хайырда жүру үшін осы екі нәрсенің ортасында жүру керек екен: қорқыныш пен үміт. Ол екеуін тастамайды. Сәләф ғалымдарынан айтылғанда бір даналық бар. Ол біздің жағдайымызға сондай бір керекті, қажетті нәрсе екен. Негізінде біз қалаймыз? Қашан бізде үміт болады және қашан қорқыныш болады? Соған тоқталатын болсақ, бізге кеңдік беретін болса Аллах Таала, бір рызық беретін болса, неғмет беретін болса, амандық, тыныштық болса, бізде үміт пайда болады. Иншалла тағы бола береді деген. Осы жалғаса береді деген. Және Аллах бұны разы болып беріп жатыр бізге деген. Сондай бір жақсы адам екенбіз деген ойға барамыз. Егер бізде тыныштық, амандық, бағана айтқандай рызық, кеңшілік болып жатқан болса, сол кезде үміт пайда болады бізде. Ал енді Аллах Таала бір сынақ жіберетін болса бізге, қиын жағдай болатын болса, аштық, әлде қорқыныш, әлде басқасы, ондай кезде бізде қорқу пайда болады. Сол нәрсені дейді сәләф ғалымдары, керісінше болғанын қалар едік пендеде дейді.
оған кеңшілік келген кезде, Аллах Тағала оған неғмет берген кезде, тыныштық, амандық берген кезде ол қорқса, қорқу сол кезде пайда болса, онда осы Алланың айласы емес пе екен деп, Аллах Тағала осындай жолмен мені адастырып жатқан жоқ па деп. Шынында бағана талай ғалымдардан айтылады, егер оларға ешқандай сынақ келмей қойса, бәрі өмірі жақсы болып кетсе, жылаушы еді дейді. Аллах Тағала мені өзі жақсы көретін пенделердің арасынан қылған жоқ па? Аллахтың мейіріміне лайықсыз бір адамға айналған жоқпын ба мен деп қорқушы еді дейді. Неге? Өйткені бәрі жақсы болатын дүниеде, ал ол ақыретте жақсы болғанын қалайтын кісі. Сондықтан егер онда кеңшілік, жақсылық, дүниеде оған рызық, неғмет келіп жатқан болса, ол қорқса сол кезде дейді, Аллахтың айласы болар бұл деп дейді. Ал енді ол ауырып қалатын болса, қиын жағдайға түсетін болса, сынаққа тап болатын болса, ондай кезде ол кісі үмітін күшейтсе дейді. Иншалла, Аллах Тағаланың даналығы, осында бір хейр бар, осында бір сыйлық бар, иншалла деп үміт етсе дейді, ол альхамдулилля жақсы хейр істеген болар дейді. Аллахи осы нәрсе бізде керісінше болады. Бір қорқыныш келетін болса, әлде бір сынақ келетін болса, әлде дейік бір ауырып қалатын болсақ, одан кейін бір хейр көрмейміз. Жоқ, еш нәрсе болды. Осы бері қарай кете беретін сияқты болып тұрады. Сол кезде қорқыныш пайда болады. Ал енді бір жеңілдік келіп, альхамдулилля, рызық, неғмет болып, тыныштық болса, бәрін ұмытамыз. Үміт пайда болады. Ары қарай енді қандай келеді екен деген. Бұл қате пікір екен, бауырлар. Және Құранда Аллах Тағала Худ қауымы жайлы айтады. Олар Худ алейхиссаламға айтқан сөзі: "Саваун алейна ау'аттана ам лам таку минал ва'идин, ин хаза илля хулқул аувалин, ва ма нахну биму'аззабин, факаззабуху фаахлакнахум" дейді. Шуара сүресінде. Олар да осындай Аллахтың елшісінің сөзін қабылдаған жоқ. Сөйтіп Аллахтан қорқыныш болған жоқ олардан. Аллахтың мейірімінен үміт болған жоқ ол кісілерде. Сөйтті де Худ алейхиссаламға айтады дейді: "Сен бізге уағыз айтасың ба, айтпайсың ба, бізге бәрібір. Саваун алейна, бәрібір бізге" дейді. Уағыз айтасың ба, айтпайсың ба, бәрібір. Ин хаза илля хулқул аувалин, бұл бізге дейінгілердің өмірі сондай. Адам дүниеге келеді, өледі, қайта тірілмейді дегендей. Ва ма нахну биму'аззабин дейді. Біз азап көрмейміз ешқашан. Азап болмайды ары қарай. Неге? Өйткені Аллахтан қорқып жатқан жоқ. Оларда Аллахқа деген қорқыныш жоқ. Оларға ертеңгі күн деген үміт жоқ. Сондай кісілер еді олар. Сондықтан Аллах айтады: "Факаззабуху", олар елшісін өтірікші қылды. "Фаахлакнахум", сөйтіп біз оларды өлтірдік дейді. Дүниеде Аллах Тағала оларға сондай бір азап жіберді, қиыншылық жіберіп олар жанын алды. Ақыретте одан да үлкені күтіп жатыр оларды. Егер пенде қорқуды тастайтын болса, әлде үмітті тастайтын болса, әлде екеуін де тастайтын болса, оған ешқандай хейр қалған жоқ. Сондықтан бауырлар, бұл әрине насихат бәрімізге де насихат болса, бағана басында айтып өткеніміздей, қорқыныш жалғыз Аллахтан ғана болу керек екен. Және пендеден қорқып, Аллах разы болатын, Аллах жақсы көретін, Аллахтың бұйрығын тастауға болмайды. Бұны ғалымдар ширк деп алды. Қорқудағы үлкен ширк деді, ол жүректен болатын. Пенде жүрегінен басқа бір мақлұқ әлде біреу маған зиян жеткізеді деп қорқатын болса, ол үлкен ширк деп алды. Ал егер адамдардың жамандығынан қорқып, адамдардан зиян келіп қалады деген оймен ол бұйрықтарын тастайтын болса, бұл кіші ширк деп алды. Шын осы нәрсе көп тап боламыз бүгінгі күнде. Көбісі осындай жағдай болады, бауырлардан, әлде бір басқа дінді дұрыс түсінбеген кісілерден амалдарды тастау керек болады. Қазір важип амалдарды қойып тұру керек, әлде сүннаттарды тастау керек, әлде фарыз амалдарды қоя тұру керек. Неге? Өйткені осындай болып қалуы мүмкін. Аллахи болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Өйткені ертең Аллахтан басқа ешкім білмейді ғой. Насихат ретінде айтып келеді кейбіреулер: қазір мына істеріңді қоймайтын болсаңдар, ертең былай болуы мүмкін. Сол кезде сұрағың келеді бауырлардан: сен ертеңнің бар екеніне иман келтіресің бе? Ертең бар ма, жоқ па? Аллах Тағала қалайтын болса, осы күнді соңғы күн қылып қояды ғой. Сөйтіп ертең ешқандай еш нәрсе жоқ. Сен де жоқсың, басқа да жоқ. Жақсы, ертең болсын дейік, иншалла. Сен ертең өмір сүресің деген гарантияң бар ма сенің? Мүмкін осы түн сенің соңғы түнің шығар, Аллах Тағала түнде алуы мүмкін. Бағана айтқандай, аман болдың ба сен Алланың айласынан? Жақсы, сен де бол ертең, иншалла. Сол бағана айтып кеткен топ кісілер егер сендерге қарсы жиналып, олар сендерді құртайын деп жатыр, олардан қорқыңдар деп бізге айтатындар. Әлде сол жиналып атқандар, олар бола ма, жоқ па ертең? Мүмкін Аллах Тағала жиналып тұрған бір жерінен бәрін бірден алып кетер, сөйтіп бізді аман қылып қояр. Жақсы, оларда болсын дейік. Олар өз қалауларымен
өздерінің қалаған кісілерін келіп алып кете ма, әлде Аллах қалаған кісілерге барып, Аллах қалаған кезде, Аллах қалаған жерден алып кете ма? Егер Аллах қалаған кезде, Аллах қалаған жерден алатын болса, онда Аллахтың қалауы бұл жерде. Аллах Тағала пендесіне ешқашан жамандық қаламайды. Аллах Тағала ешқашан пендесін азаптамайды. Мұъмин болатын болса дүниеде. Дүниеде Аллахтан қорқатын мұъмин болды ма, оған сынақ келеді, жаза келмейді дүниеде. Демек, иншалла, сонда бір хайр бар, бір даналық бар бұнда Аллахтың деген ойда болуымыз керек еді ғой. Сондықтан өткен сабақтарда айтып кеткен шығармын, Шейх ул-Ислам айтқанда, Ибн Теймия, зорлық болды, қиын жағдайдамыз деген кісілерге қарсы айтқан сөзі: зорлықты адам өзінің денесінде сезбегенше зорландым демейді дейді. Зорланып жатырмыз, қиын жағдай болып жатыр, бойлықтарды қою керек болып жатыр, амалдар тастау керек болып жатыр деген кісілерге қарсы жауап болды. Зорлықты адам өз денесінде сезбегенше мен зорлық көрдім демейді. Мысалға дейік, Аммар бин Ясирді айтып өткен едік өткенде де. Аммар бин Ясир Маккада тұрып жатқан кезде жалпы ол кісі зорлыққа тап болуы мүмкін екенін біліп жүретін кісі еді ғой. Ол кісіні ұстап алып мүшриктер қинап, өлімге дейін алып баруы мүмкін екенін ол кісі біліп жүрді ғой. Бірақ ол тастаған жоқ қой дінін, ұстанып жүре берді. Ол сол күннен бастап ертең олар мені байлап қойып ұруы мүмкін деп, Хубал менің құдайым деп айтып жүре берген жоқ қой. Ол қашан айтты ол сөзді? Ол ұсталып, байланып, ұрылып, көз алдында әкесі өлгеннен кейін, көз алдында шешесі өлгеннен кейін шахид болып екеуі де. Енді өзін өлтірейін деп жатқан кезде айтқан жоқ па, Хубал менің құдайым деп. Ал тек қана оны Аммар бин Ясир ғана айтты. Басқа сахабалар да жүріп Хубал біздің құдайымыз деп жүрген жоқ қой. Неге? Өйткені олар денесінде оны көрген жоқ. Жақсы, пайғамбарымыз алейхиссалам келген кезде Аммар бин Ясир құтылды өлімден. Алхамдулилля, Аллах Тағала құтқарды оны. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты: "Я Расулаллах, халакту" деді. Мен құрыдым, мен өлдім. Не болды? Мен Хубал менің құдайым деп айттым деді. Бірақ иншалла Аллах Тағала аят түсірді де, зорлық көрген кезде жүректе иман бола тұрып тілмен айтқан сөздің зияны болмайтынын айтты. Сөйтіп пайғамбарымыз не дейді Аммарға? "Фаин аду уд" деді. Егер олар қайталайтын болса, сен де қайтала деді. Егер олар сені қайталап тағы қинайтын болса, сен де қайтала деді. Бұл не дегені? Болды Аммар, Аллах сені құтқарды, енді сен бұрындағыдай қайтта ғибадатыңды жаса, бұрынғыдай мұъмин болып жүр. Осы күннен бастап сен болды Хубал деп жүре бер деген сөз емес ол. Болды, қайтадан Аллахқа қайт, сені құтқарды ол. Егер олар қайталаса, егер қайтып келіп тағы осы істейтін болса сенімен, сен де қайтала деді, тағы айт. Демек қашан айтады ол сөзді? Қашан істейді оны? Егер өз денесінде сезетін болса оны. Тағы айтып тұрмыз. Оны тек қана Аммар ғана айтты, басқа ешкім айтқан жоқ оны. Оны айтқан тек қана Аммар болды. Пайғамбарымыз алейхиссалам Аммардан басқасын айта беріңдер деген жоқ оны. Неге? Өйткені оларда ол нәрсе болған жоқ. Сондықтан дін әншейін нәрсе емес. Діннің бұйрығы әншейін сөз емес. Ана жерде болыпты десе, мына жерде тастайтын. Ана кісіге де болыпты десе, басқаларға саған да болады деген. Сондықтан ғалымдар айтып жатыр, егер кім бұйрықтарын, міндеттерін адамдардан қорқып тастайтын болса, ол серік қосты. Ширкіл асқар дегенімен, ол әншейін нәрсе емес. Неге? Өйткені ол амал тастауға болмайды. Аллах Тағала сол амалдарды тозақтан құтылып жәннатқа кіруге себеп қылып қойды. Аллах Тағала сол амалдарды пенделеріне деген махаббат екенін баяндады. Пенделерінің Раббысына деген махаббатын сонымен дәлелдейтінін айтты. Ондай болса оны кісі неге қояды, қалай қояды? Шынында мұъминдермен, тақуалықтармен, салих адамдармен Аллах бірге, сабырлармен Аллах бірге. Аллах бізбен бірге болатын болса, біз неге қорқуымыз керек? Не айтады ғой бір шейхтардың біреу: "Ин кан Аллаху маак, фаман тахаф, ва ин кан Аллаху диддак, фаман таржу." Егер Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? Егер де Аллах саған қарсы болса, кімден үміттенесің? Ойлап қарайтын болсақ, Аллах Тағала Құранда айтты: Аллах Тағала сабырлармен бірге, Аллах Тағала мұъминдермен бірге, Аллах Тағала тақуалықтармен бірге. Фа ин кан Аллаху маак, фаман тахаф. Енді Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? Фаин кан Аллаху диддак фаман таржу дейді. Ал егер ол саған қарсы болатын болса, онда кімден үміттенесің? Кім сені құтқаратын? Кім саған көмектесетін? Аллахтан басқа қорғаушы бар ма? Аллахтан басқа рызық беруші бар ма? Аллахтан басқа пайда беруші, зиянды қайтарушы бар ма? Алейсаллаху бикафин абда. Ал Раббымыз Аллах бізге қорғаушы ретінде жеткілікті емес пе? Одан басқа кімге сүйенеміз? Одан басқа кімнен қорқамыз? Сондықтан қорқу мәселесі шынында өте бір қиын нәрсе екен. Адамдар бүгінгі күнде
осы мәселеде адасып бір тобы кәфір болып кетті. Қорқыныш жүрегіне кіріп олардың. Сөйтті де Аллахтан басқадан, әулиеден, аруақтан, тастан, ағаштан қорқты. Олардың айтқанын істемейтін болсақ, бізге зиян жеткізеді деп. Әлде олардың айтқанын істемесек жақсылыққа жете алмаймыз деп. Басқа бір топ бауырларымыз Аллахтан басқадан қорқып, бұйрықтарын орындамай қателесті, адасты. Иншалла Алла бәрімізге хидаят берсін. Ал табиғи қорқу ол бәрінде де болады дедік. Жалпы жауды көрген кезде кішкентай қорқыныш пайда болу адамда, әлде жыртқыш хайуанды көрген кезде қорқыныш пайда болу, әлде бір қатерден сақтану, денеде бір кішкентай бір әртүрлі белгілерді көру, ол иншалла оған ешқандай күнә жоқ. Аллах Тағала бәріміз ақиқат тыңдап, ақиқатқа ерушілердің қылсын иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум.